Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ақбота. Бүгін сіздермен тәтемнің рецептісі бойынша самсаның рецептісімен бөлісетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, осы рецептпен жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осында шұңғыл ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, үстінен маргарин саламыз. Маргарин слоеный маргарин деп аталады. Аты плиточный деп аталады, барлық базарларда сатылады. Немесе жай маргаринді қолдансаңыздар да болады. Үстінен тұз, бір шай қасықтай және де кішкене қант қосамыз. Және де осындай дрожь қосасыздар, бір шай қасықтай. Бізде мынау живой дрожь болғаннан кейін кішкене көбірек 50 грамм қосылады, егер сіздер живой дрожь қолданатын болсаңыздар. Енді осыны маргарин бізде бөлме температурасында тұруы қажет, себебі қолмен осылай үгітілмелі қамыр жасаған кезде қолмен езілетіндей болуы қажет. Енді осының үстінен үй температурасында тұрған суды қоса отыра, қатты баспай, мұжбай, тек қамырымыз біріксе болғаны, осы шетінен суды қоса отыра, қамыр илеп аламыз. Қолымызбен күшпен басуға болмайды, себебі майлары бәрі қатты еріп кетеді да, ортасындағы қатпарлығы сақталмай қалатын болады. Енді осыны салафан қалташасына саламыз да 20-25 минутқа қойып қоямыз. Ендігі осы кезде ортасына салмасын дайындайтын боламыз. Ет фаршқа осындай ұсақтап туралған пиязымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді қамырымызды осындай таразының көмегімен бірдей қылып 40 граммнан бөліп шығатын боламыз. Сонда сіздердің барлық самсаларыңыз бірдей болып, әдемі болып шығатын болады. Міне осылай бөліп аламыз. Енді қамырларымызды осылай видеода көрсетілгендей қатты жұқа қылмай, осындай қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Міне ортасына салмасын салып, қалауыңызша өздеріңіз әртүрлі қылып түйуге болады. Міне осылай түйіп шығасыздар. Заказға жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады, әрі тез дайындалатын самсалардың бірі. Жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дайын болған самсаларды осындай противенге салып, үстіне жұмыртқа жағасыздар, немесе жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып жақсаңыздар да болады. Және де қалауларыңызша үстіне күнжіт немесе қара күнжіт сеуіп, 200 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында қызарғанша пісіріп аласыздар. Тәтем үйіне барған кезде осы самсалардың дәмі өте қатты ұнап қалды. Сіздер үшін арнайы жасап көрсетуін өтіндім. Сонымен міне рецептісін қабыл алыңыздар. Осымен біздің самсаларымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.